Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін біз қазіргі таңда аса маңызды және аса өзекті тақырып балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығы туралы айтамыз. Алдымен психикалық денсаулық ұғымының анықтамасына қарап өтейік. Бізге ата-ана ретінде психикалық денсаулық туралы білу не үшін керек? Біріншіден, сіздер психикалық денсаулықты өз сөздеріңізбен және әрекеттеріңізбен әрі үйде қалыптастырған қоршаған орта көмегімен нығайта аласыздар. Екіншіден, сіздер психикалық денсаулықтағы кінәраттардың барлығы туралы және көмек алу үшін қайда жүгіну керек екені туралы біле аласыздар. Баланың денсаулығына күтім көрсету үшін слайдта көрсетілген 5 ережені ұстаныңыздар. Олармен жақынырақ таныс болайық. Сонымен бірінші ереже – балаларға мықты, қамқор қарым-қатынастар құруға көмектесіңіздер. Екінші ереже – өздерін жақсы сезіну үшін балаларға өз қадір-қасиетін бағалау сезімін дамытуға көмектесіңіздер. Ол үшін баланы көбірек махаббатқа бөлеңіздер, түсіністік танытыңыздар. Үшінші ереже – балаларға құлақ салыңыздар және сезімдерін құрметтеңіздер. Ол үшін баланы өзін және өз сезімдерін тыңдауға және құрметтеуге үйретіңіздер. Әр баланың сезімдерін құрметтеңіздер. Төртінші ереже – үйде қауіпсіз және жайлы орта қалыптастырыңыздар. Естеріңізде болсын, бала контент ретінде мультимедианы әрі экран алдында өткізетін уақытты пайдаланады. Оған теледидар, фильмдер, интернет және ойын құрылғылары кіреді. Бала әлеуметтік желілерде және онлайн ойындарда кіммен әрекеттес болуы мүмкін екенін біліп жүріңіздер. Келесі 5-ші ереже – қиын жағдайларға, балаларға және жасөспірімдерге мәселелерін шешуге көмек көрсетіңіздер. Баланың көңіл-күйі түскенде босаңсуды үйретіңіз. Босаңсу әдістері терең тыныстау, тыныштандыратын әрекеттер. Мысалы, өзіне ұнайтын, сабырлы, сүйкімді, ұнамды іспен айналысу. Біз сіздерге психикалық денсаулықты нығайтуға көмектесе алатын 5 ережені қарап өттік. Ал енді психикалық денсаулықты нашарлата алатын жайттарға назар аударыңыздар. Психикалық денсаулықтағы кінәраттар кез келген жаста пайда болып, балаларға әсерін тигізуі мүмкін. Бірақ олардың басым көпшілігі жасөспірімдік жаста басталады. Психикалық денсаулықтағы бұзылыстар балалар мен жасөспірімдерге мектепте жетістіктерге жетуге, дос табуға немесе ата-анасынан тәуелсіз болуға кедергі келтіруі мүмкін. Психикалық денсаулығындағы бұзылыстар бар балалар мен жасөспірімдер даму барысында негізгі сатылардан сәтті өтуде қиналуы мүмкін. Барлық балалар мен жастар әртүрлі. Қатерді уақытылы анықтау үшін кейбір белгілерге назар аударыңыздар. Біз сіздерді солармен жақынырақ таныстырамыз. Баланың ойлау және сезіну қабілетіндегі өзгерістер. Келесі. Мінез құлқындағы өзгерістер. Егер осы өзгерістерді байқайтын болсаңыздар, немесе физикалық өзгерістер, бұл да сіздерді алаңдады, баланың не жасөспірімнің жағдайына әлде қайда мұқият зер салуға итермелеуі мүмкін. Егер жоғарыда айтылған белгілерді байқасаңыздар, олар жүйелі сипатқа ие болса және баланың өмірінің сапасына қатты әсер етсе, консультация, көмек алуға жүгініңіздер. Немесе мектеп психологы, дәрігерге хабарласыңыздар. Сіздер сонымен қатар тегін психологиялық көмек көрсету сайтынан да көмек ала аласыздар. Ата-аналарға арналған жадынамаға назар аударып қараңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.